қалайсыз? Амансыз? Аман есен. Нұржан қосылайық баршы, сіз қыз қосылайыққа бармаймын мен ше. Қосылайыққа бармаймын. Менің отаным сезім бағаш. Сіз қашан той кет? Той, любой суббота. Бір субботаға туралаймын, ұрамда жіберем. Қалып кетпеңдер. Бір субботаға туралаймын, ұрамда жіберем, ағайындар, кешік қалмаңдар. Ағыркен қызғанып жүрген жоқсың ба дейді. Қай жерін қызғанам? Атыраудамын ғой дейді. Көш. Сен Алматыда емессің ба не сен? Сен Атыраудың қызсың ба? Бішкек жақты бұ дейді. Жақты. Еркеула, Ташкент жақты бұ дейтін де отыр ғой көрші. Нұржан Арчаға барып ес алып көріп кел дейді. Ала Арча деген қандай жер, Ала Арча дейді. Бұған бек айтып өтті ма? Түркістанға барам ғой, Түркістанға асып жеуге барып тұрам ғой. Түркістан жап жақын ғой. Қош келдің Бішкекке дейді. Қош көрдік. Біздің ауылға дейді. Болды, шақырш барайын сен ауылға. Неге Гүлнұрды бардыңыз Нұржан Байка дейді. Гүлнұрға бардыңыз Байка. Оны айтты маған, күшті жарасып кетесіз бай дейді. Батыс қой, батыс дейді. Бәсе тік мінезді екесін де қоясың көрші. Заты Ағырке бар, қосылайықта дейді. Болды, Ағыркені көре берсендерші. Мен ойлағам негіз қосылайыққа барам ба деп. Сөйтсем Ағырке жүр екен ғой жақта деші. Айжан туралы ойыңыз қалай? Әдемі қыз я дейді. Қайсы ана Айжанды айтып жатсыңдар ма? Жәнібекті жақсы көретін, ұрса беретін. Болды, сен көрдім де алдыңнан шығам. Болды. Келе жатыр ма? Қазақстанский номер болған екен деп қарап жатыр ғой бәрі. Қазақстанский номермен сызып жүр. Жаман көз қарап. Қазақстанский номер сызып жүр қой бізде. Жақсы емес көз қарап. Местный балдар ұқсап ше. Сезім бағында Айжан же дейді. Жоқ, көз қарап жоқ қойғысын. Айда жылас. Содан разный. Что-там бітті материалдар. Бармай алдық бұл жаққа доске. Бармайтын болдықшы. Неге? Алысын айда онда. Аша Франция да Аха, Фрунзе 301 бәле деген ба? Порушкасы бар екен соқсын. Может, қой короче, площадь. Аштың дейді, қосылайыққа жол аштың дейді. Расыл келген бартынша сразу. Айта, Чанган не қойыпты ғой қандай? Алтын шыққан жерді белден қазып тұр ғой біздің. Милицияның кімде ұқша? Ол жаққа неме кірсе олат ба екен доске? Қайқа? Машиналар кіріп отыр. Карта көрсетіп тұр ғой. Иә? Машиналар кіріп атыр ма білмеймін әйтеуір. Ағайындар жақсы, всем ассалаумалейкум. Сәлден кейін кірем. Ассалаумалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Қырғызстан, Бішкек. Біз сіздерге жолға шығып бара жатырмыз. Жанымда Нұрдәулет бауырым бар. Ассалаумалейкум. Бұл кісі Қырғызстанды беске біледі. Осы кісі алып бара жатыр. Бүгін бұйыртса Манас кинотеатрында Америкалық келін деген киноның предпоказына бара жатырмыз. Қырғызстаннан, Бішкектен бізді көретін көрермендер болса, жергілікті уақытпен сағат 6-да Манас кинотеатрында боламыз. Сол жерге келіңіздер. Ойбай, Қырғызстанға қашан келесің? Келсей Қырғызстанға деп атқандар. Жолға шығып бара жатырмыз. Жол болсын бізге. Қыдырдай мен Нұржанды Қырғызстанда, Бішкекте. Болды, күтіңіздер. Сағат 6-да Манас кинотеатрында боламыз. Ал достар, Қырғызстанға келдік, Бішкекке келдік. Біздің Қырғызстанға келуіміздің басты себебі осы Африкалық келін деген киноның предпоказына келдік. Бізді шақырған осындай Сезім деген қарындасымыз. Дәл осы киноның сіз кастинг директорсыз ба? Кастинг директор екен. Ризамын. Нұрдәулет бауырымыз екеніміз келіп, ризамын. Күшті. Құтты болсын киноңыз, құтты болсын. Өстіп келдік, ертеңнен бастап, Құдай қаласа, 5 марттан бастап бүкіл Қырғызстанның кинотеатрларында шығады. Келіп көрсеңіздер болады. Күшті кино екен көрші. Бізге қатты ұнады. Негізі бар ғой, аттарын айтпай қойық, бірақ әнші жігіттер бар ғой, әнші еркек адамдардың өздері алып жатқан бокс бұл. Қазіргі кезде енді кім-кімге өзінің секретін айта береді деген сияқты ғой, тем более еркектер ондайдан кішкене ұялатын шығар мүмкін. Бірақ заказ берген кезде уже біз де танып тұрамыз да, сол себепті. Бұны тіпті еркектер алады, үлкен кісілер алады, прям енді былай айтқанда ыстық пирожки сияқты өтіп кететін бокс. Сіздерге айтып жатқаным сол. Кірсеңіздер болады, өшін.
маған WhatsApp-қа дәл осы номерге жазсаңыздар болады. Және де или болмаса дайректке жазсаңыздар жауап беретін боламын обязательно. Дәл осындай бокс бетінде барлығы тұрады. Және де өзінің фирменный, оригинальный кәдімгідей несінде беретін боламыз. Пакетінде, коробкасында қараңыздар. Бұны интернеттен қарасаңыздар 30-40 мың тұрады негізінде. Ал бізде тиімді бағамен сатылып жатыр. Сөйтіп бір нәрсе есіме түсіп кетті. Менде андай вешалка бар. Қазір көрсем, соны сатып жүру керек. Маған орын босату керек болып тұр. Мына жерде оны алып жүре алмаймын, мен каждый раз көтеріп жүре алмаймын деген сияқты. Сол себепті соны сатайын деп жатырмын. Қазір көрсем. Тура осы вешалка, осыны сатам, достар. Алып кетем дейтін адамдар ғана. В принципе, үлкен кәдімдей, бірдеме, 2 метр ма, даже сондай. Мына ұзындығы. Мынау көтеріледі, ұзын болады, мынау да ұзын болады. Кәдімдей вешалка сияқты қолдана берсеңіздер болады да. Напольный ғой, просто өздеріңіз білетін шығарсыздар, көп жерде көрген шығарсыздар деген сияқты. Мынаған мен көбінесе бот киімдерді, мынаған көйлектерді, сондай қысқаларын, мынаған ұзындарын сөйтіп қоятын, астына сумкаларды, аяқ киімдерді қоятын деген сияқты. Если керек болатын болса, личкаға жазыңыздар, 10 мың теңгеге бере салам. Өзім бәленбайым қалған болатын, негізі. Бәленбай деп көп айтпай қойын. Эфирден шығып, біз Жанна ханым екеуміз бұл жаққа бара жатырмыз. Қайда барамыз? Сакенің новый коллекциясына, дизайн казахстанский, соған бара жатырмыз. Настроениеңіз қалай? Онша емес. Неге? Енді эфирде кішкене түсінбеушіліктер болды енді. Біз по идее өзіміздің пікірімізді айтып жатсақ, қатысушы ретінде не көрдік? Мен имею право айтуға, қатысушы ретінде айттым сол нәрсені. Сөйтсем еркектердің жауапкершіліктен бөлек қыздарға қатты, маған қатты сөйлеп жерді, прям жаман сөз айтып жерді. Мен енді өзім оны қатты қабылдамаймын, просто еркектердің соншалықты сондай өрбеңге түсіп кеткені бір жағынан өкінішті. Да. Негізі күшті настроениемен барамыз деп ойлап отырған едік, что-то настроением түсіп кетті. Солай. Қалай тапсырыс беремін, қалай төлем жасаймын дейтін жандарға арнайы көрсеткім келіп тұр. Міне менің аккаунтыма кірген кезде қараңыздар, биода сілтеме тұр және де информация кішігірім. Осы сілтемеге өтесіздер, міне дәл осы сілтемені басқан кезде міне сіздерге осылай шығатын болады. Осы жерде үлкен наборымыз бар, немесе кіші набор. Бұл жерде разница миллиграммда болып жүреді. Дәл осылай Каспи арқылы 21.600 теңгеге төлем жасауға болады, немесе басқа да банктермен. Қараңыздар, Каспимен дәл осылай жасайсыздар. Одан кейін чекті аласыздар да, чекті жаңағы чек жіберу деген жаққа жібересіздер. Одан кейін сіздерді телеграмға лақтырады. Осы телеграм арқылы сіздер ұтысқа да қатыса аласыздар. Қараңыздар, немесе мына жерде қалаған ұтысыңызды таңдайсыз. Ішінде енді iPhone, путевка барлығы осы жерде тұр. Сізге өзіңіздің бағыңызға қарай не бұйыратынын көресіздер. Мысалға бұл жерде бізге сыворотка түсті. Дәл осылай даныларыңызды толтырып жазасыздар, сіздерге доставка барады.